Мейрамхананың артқы ауласында көмескі жарық қана қабырғалардың қабығы түскен жерлерін әрең сипаған тұста көгерген нанның, сасық балықтың және ескі майдың иісі аңқып тұрды. Тамақ қалдықтары салынған контейнерде бір қыз шұқшия қазбалап жүреді. Жіңішке қолдары қоқыс пакеттерін ақтарып жейтін бірдеңе іздеді. Жартық көйлек, тозған бәтеңкелер, ұйпа-тұйпа болып түйіліп қалған шаш. Бәрі оның көшеден басқа өмірді білмегенін аңғартатын. Ара-тұра артына жалтақтап қарап қояды. Біреу байқатпай жақындап кетпесін дегендей. Сол сәтте мейрамхана кіре берісіне бір көлік жайлап дерлік дыбыссыз тоқтады. Қыз, бәлкім, оған назар да аудармас еді, қала шуына, гүрсіл мен сиренаға әбден үйреніп кеткен. Алайда есіктің ашығын тезілді. Ол қақпаның сыртына сығалап қарады. Көлік жылтыр ойыншықтай үлкен, қара. Ішінен мүгедектерге арналған көтергіш баяу төмен түсе бастады. Ал жалғастырмас бұрын өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Жарас, бұл әсерлі әңгімені сіздер үшін жаздым. Қай елден, қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды жазыңыздар, ал мен сіздерге жақсы көңіл күй тілеймін. Қаңғыбас қыз жақынырақ келіп, жүргізушінің көліктен мүгедек арбасын абайлап шығарып жатқанын қызға бақылады. Арбада оның өзімен шамалас бір ұл отырды. Беті бозарып кеткен, көздері солғын, әлдеқашан таңдануды да, қуана білуді де ұмытып қалғандай. Салмақты кейіптегі ер адам, шамасы баланың әкесі, жүргізушіні шақырып әлденелерді нұсқап жатты. Бала арбада бүктетіліп, бір нүктеге телміре қарап отырды. Қыз ойланбастан жерден ескі қалбырдың қақпағын көтеріп алып, баланың алдына лақтырды. Қарашы, қандай нәрсе, ұшады деп мақтана сөйледі ол, көзін қысыңқырап. Сен де осылай істей аласың ба? Бала таңырқап қақпаққа, сосын қызға қарады. Еріннің шетінде ұмыт қалған бақыттың әлсіз сәулесіндей болар-болмас күлкі білінді. Қыз қуаныштан алақанын соғып, жақынырақ жүгіріп келіп қақпақты асфальттың үстімен шыр көбелек айналдырды. Бала еріксіз алға еңкейіп, оны ұстамақ болды. Аяқтары сәл ғана дір етті, өте әлсіз, бірақ қыз оны байқап қалды. Қаңғыбас қыз қақпақты қайта іліп алып, тағы да еппен айналдырды. Тағы бір рет қалайсың ба? Иә, деді ол сыбырлай. Олар осылайша бірнеше сәтке айналасындағының бәрін ұмытып, ойнап кетті. Сол кезде баланың әкесі бұрылып, ұлының кір-қожалақ көше қаңғыбасымен күліп ойнап жүргенін көрді. Қасын түйіп, жақындап келіп ашулы дауыспен: Қайсар, тиіспе оған, бір жұқпалы нәрсе жұқтырып аласың, деді. Қызға қарай аттап, даусын қамшыдай сілтеп, жоғал, жырт деп айқайлады. Қыз селк етіп шегінді, бірақ қашып кетпеді. Қауіпсіз қашықтықта мысықтай тығылып тұрып, баланы тірі, еркін қызығушылықпен бақылай берді. Реніш те, қорқыныш та жоқ. Қатыгез сөздермен айқайға үйренген ол өзін қорланғандай сезінбеді. Тек ойын кезінде кенеттен күліп жіберген, түсініксіз тұйық балаға деген қызығушылық қана болды. Әкесі арбаны салтанатты, шамдары жарқыраған мейрамхана кіре берісіне қарай итерді. Бала қарсыласпай, басын қайта төмен салды. Қаңғыбас қыз алыстау жерде кішкентай көлеңкедей еріп жүрді. Әкесі баланы кіре беріске жеткізгенде, қыз қайта жүгіріп келіп, қолын созды. Аға, бір үзім нан болса да беріңізші. Дауысы бүкіл әлемге қарсы шыққандай батыл естілді. Ер адам жиіркенгендей тыжырынып, мен саған не дедім? Жоғал, кет, деді. Бірақ қаңғыбас қыз кенет бәсең, бірақ анық дауыспен бір үзім нанға көмегін айырбастағандай ұсыныс айтты. Мен оны жүре алатындай ете аламын. Ол мүгедек арбада бүктетіліп отырған балаға иек қақты. Бай адам кенет тоқтап, артына бұрылды. Ашуға толы көздері сенімсіздікпен ызамен жалт етті. Бала алдымен қызға, сосын әкесіне қарады. Оның көзінен жалбарыну анық көрінді. Не сандырақтап тұрсың, қайыршы, деді. Ер адам тісін қысып, мен қалай көмектесуді білемін деп қыз сөзін қайталады.